Түрік қағанатының құрылуы 6 ғасырдың ортасында Алтай мен Орталық Азияда алғаш рет түркі тектес халықтарды біріктірген қуатты мемлекет түрік қағанаты құрылды. Оның негізін қалаған Көсем Бумын қаған. Ол бастапқыда жужандарға тәуелді темір өндіруші және қару жасаушы теле тайпалардың көсемі еді. 552 жылы Бумын қаған Жужан қағанын жеңіп, тәуелсіздігін жариялап, түрік қағанатын құрды. Мемлекеттің жері Алтай, Моңғолия, Шығыс Түркістан, Жетісу, Орта Азия және Еділге дейінгі ұлан аймақты қамтыды. Бұл түркі тайпаларының алғаш рет бір орталыққа бағынуы еді. Астанасы Орхон өзені бойындағы Бумын ордасы. Мемлекет басшысы қаған, одан кейін Ябу, Шат, Елтебер секілді лауазым иелері тұрды. Мемлекеттің басты тірегі әскери күш және темір өндірісі болды. Түріктер темірден қару жасап, көрші елдерге сатқан. Бумыннан кейінгі таққа оның ұлы Қараиске, кейін 550 жылы Мұқан қаған келіп, елдің қуатын күшейтті. Мұқан қаған Қытайдың солтүстігін бағындырып, Кореяға дейінгі жерге ықпал етті. Бұл кезең түрік қағанатының алтын ғасыры болды. Түрік қағанаты түркі халықтардың алғашқы мемлекеттік бірлестігі, түрік этнонимі алғаш рет осы мемлекет атауында қолданылды. Ол кейінгі түркі мемлекеттерінің негізін қалады. Шығыс және батыс түрік қағанаттары. Бөліну себептері 603 жылы ішкі саяси тартыстармен мен билік үшін күрестің нәтижесінде түрік қағанаты екіге бөлінді. Шығыс түрік қағанаты және батыс түрік қағанаты. Бұл бөліну түркілердің ішінде ішкі бірлігінің әлсіреуінен және Қытайдың араласуынан туындады. Шығыс түрік қағанаты қазіргі Моңғолия, Орталық Азияның шығысын қамтыды. Алғашқы қаған ел теріс Құтлық қаған яғни. Кейін Білге қаған мен Күлтегін кезінде ел қайтадан күшейіп, мемлекет қуатты империяға айналды. Орхон Енисей жазбалары осы кезінде дүниеге келді. Күлтегін мен Білге қағанға арналған тас жазбалар түркі халқының ежелгі тарихын баяндайтын ең құнды ескерткіштер. Шығыс түрік қағанаты түркі мәдениетінің жазу мен рухани дүниесінің қалыптасуына зор әсер етті. Батыс түрік қағанатының негізін Тардуш қаған қалады. Оның орталығы Суяб қаласы. Ал кейінгі кезеңде Тараз қаласы саяси және экономикалық орталыққа айналды. Мемлекеттің шекарасы шығыста Іле өзенінен бастап, батыста Каспий теңізіне дейін созылды. Бұл қазіргі Қазақстан оңтүстігі мен Жетісу өңірін қамтыды. Мемлекет 10 ірі тайпадан құралды, яғни 10 будун. Әр тайпаны өз көсемі Ябу немесе Шат басқарды. 7 ғасырда қағандықтың ішкі бірлігі әлсіреп, билігі үшін күрес күшейді. 704 жылы батыс түрік қағанаты құлап, оның орнына түргеш қағанаты құрылды. Батыс түрік қағанаты Қазақстан аумағындағы алғашқы саяси әкімшілік бірліктердің бірі болып, кейінгі түркі мемлекеттілігінің негізін қалады. Түргеш қағанаты. Батыс түрік қағанаты әлсіреген соң, оның орнына түргеш қағанаты құрылды. Оның негізін үшейлік қаған астанасы Суяб, кейін Тараз қаласы болды. Түргештер екіге бөлінді, сары және қара түргештер. Бұл ішкі қақтығыстар кейін мемлекетті әлсір етті. Үшейліктен кейін билікке келген Сақал қаған мен кейін Сұлу қаған кезінде елдің әскери қуаты артты. Сұлу қаған кезінде түргештер арабтардың Орта Азияға шабуылына қарсы күресті. Сұлу қаған көрші Қытай және арабтармен күресте ел тәуелсіздігін қорғады. 737 жылы Сұлу қағанды өз қолбасшыларының бірі опасыздықпен өлтірді. Түргештер түркі халықтары мемлекеттілік дәстүрін сақтап, Қазақстан оңтүстігінің өңірін араб жаулаушылығынан қорғап қалды. Қарлұқ қағанаты. Түргеш қағанаты әлсіреп, ішкі қақтығыстар күшейген соң, 8 ғасырдың ортасында билікке жаңа күш қарлықтар келді. 746 жылы олар Жетісуға қоныс аударып, 756 жылы Түргеш қағанатының орнында Қарлұқ қағанатын құрды. Алғашқы орталығы Суяб қаласы, кейін Қашқар мен Баласағұн болды. Қарлұқтар мемлекеттің басшысы қаған, оған бағынышты елбектер мен тегіндер болды. Мемлекет құрамында көптеген түркі тайпалар болды. Қарлұқтар, чегелдер, тоқселер, ягмалар және тағы басқалар. Қарлұқ қағанатының құрылуы қазақ жерінде түркілік мемлекеттіліктің жаңа кезеңін бастады. Қарлұқтар көрші елдермен жиі соғысты, әсіресе ұйғыр қағанатымен және арабтармен қақтығыстар орын алды. 8 ғасырдың соңында олар Орталық Азиядағы маңызды күшке айналды. 840 жылы ұйғыр қағанаты құлаған соң, Қарлұқтар Жетісудағы ең қуатты мемлекетке айналды. Қарлұқтар отырықшылыққа көшіп, егіншілік пен мал шаруашылығын қатар дамытты. Баласағұн мен Тараз сауда мен мәдениеттің орталықтары болды. Жібек жолы арқылы Қытай, Иран, араб елдерімен байланыс жасады. Қарлұқ қағанаты кейінгі Қарахан мемлекетінің құрылуына негіз болды. Сонымен қатар ислам дінінің таралуына жағдай жасалды.
қазақ халқының этникалық қалыптасуында қарлықтар маңызды рөл атқарды. Оғыз мемлекеті 9 ғасырда Сырдарияның орта және төменгі ағысы мен Арал маңында Оғыз мемлекеті қалыптасты. Алғашында Оғыз тайпалары Түркменстанның солтүстігі мен Арал өңірінде көшіп жүрген. 9 ғасырдың ортасында олар бір орталыққа бірігіп мемлекет құрды. Астанасы Янгикент болды. Мемлекетті Ябу басқарды. Оның мұрагері Инал деп аталды. Жабудың кеңесшісі Күл Еркін болды. Әскердің басшысы Сюбашы. Бұл басқару жүйесі оғыздардың ұйымдасқан мемлекетті болғанын дәлелдейді. Оғыздар қарлықтармен және қыпшақтармен жиі соғысты. 10 ғасырда олар Хазар және Еділ бұлғарлармен байланыс орнатып, кейде одақ құрды. 11 ғасырда ішкі феодалдық тартыстар мен қыпшақтардың қысымынан әлсіреп, мемлекет ыдырады. Оғыздар жартылай көшпелі өмір сүріп, мал шаруашылығымен, аңшылықпен, егіншілікпен айналысты. Сыр бойындағы қалаларда сауда дамыды. Оғызнама эпосы осы халықтың ауыз әдебиетінің ескерткіші. Оғыз мемлекеті түркі халықтарының мәдени және этникалық қалыптасуында ерекше рөл атқарды. Кейін Оғыз тайпаларының бір бөлігі селжүктердің құрамында таяу шығысқа көшіп, жаңа империяның негізін қалады. Ал оғыздардың бір бөлігі қазақ халқының құрамына енді. Ұйғыр қағанаты 8 ғасырдың ортасында шығыс түрік қағанаты құлаған соң, оның орнына жаңа мемлекет ұйғыр қағанаты пайда болды. Оны құрған Баян-Чур қаған. Ұйғырлар түркі халықтарынан бірі болып, бұрынғы түрік дәстүрін жалғастырды. Мемлекеттің орталығы қазіргі Моңғолия жеріндегі Орхон өзенінің бойы, астанасы Қара Баласағұн қаласы болды. Оның билігі Алтайдан Тибетке, Қытай шекарасына дейін созылды. Ұйғырлар түркі әлемінде алғаш рет жазбаша мәдениетті, мемлекеттік басқару жүйесін, қалалық өмірді дамытқан халықтардың бірі. Оларда өздерінің ұйғыр жазуы болды. Дін ретінде манихейлік пен буддизм кең тарады. Ұйғырлар егіншілікпен, саудамен, мал шаруашылығымен айналысты. Қытаймен сауда қарым-қатынасы ерекше дамыды. Олар жібек, қағаз, бағалы тастармен алмасып отырды. 8 қырғыншылы қырғыз тайпалары ұйғыр қағанатын талқандап, оның халқы жан-жаққа қоныс аударды. Bir бөлігі Жетісуға, екінші бөлігі Қытай мен Ганьсу аумағына көшті. Ұйғыр қағанаты түркі өркениетінің ең мәдениетті кезеңдерінің бірі. Олар түркі жазба дәстүрін дамытып, мемлекеттік басқаруда жоғары деңгейге жетті. Қарахан мемлекеті 10 ғасырдың ортасында Орталық Азия мен Жетісу өңірінде құрылды. Негізін қалаған Саттық Бұғра хан, ол Қарлұқ, Ягма, Чигел сияқты тайпаларды біріктіріп, өзін тәуелсіз хан деп жариялады. Мемлекеттің орталығы алғашында Баласағұн қаласы болды, кейін Қашқар негізгі саяси орталыққа айналды. Қарахан мемлекетінің жері қазіргі Қазақстан оңтүстігі, Қырғызстан, Шығыс Түркістан мен Ферғана аңғарына дейін созылды. Мемлекет билеушісі хан, ол әулеттік мұрагерлікпен берілді. Елді екі бөлікте басқарды. Батыс Қарахан хандығы орталығы Самарқанд болған, ал Шығыс Қарахан хандығында орталығы Қашқар. Екі бөліктің әрқайсында ханның өз әкімдер мен бектер кеңесі болды. Саттық Бұғра хан ислам дінін қабылдап, оны мемлекеттік дінге айналдырды. Бұл қадам түркі халықтарының ислам өркениетіне қосылуына жол ашты. Қарахан дәуірінде мәдениет, білім, әдебиет ерекше дамыды. Осы кезеңде әйгілі ғалымдар мен ойшылдар өмір сүрді. Мысалға, Жүсіп Баласағұни құтты білген еңбегінің авторы Махмұд Қашқари Диуани лұғат ат-түрк сөздігін жазған ғалым. Және де Ахмет Егнеки ақиқат сыйы еңбегін жазған ойшыл. Жібек жолы бойында орналасқандықтан сауда ерекше дамыды. Қалалар Баласағұн, Тараз, Қашқар, Самарқанд, Бұхара мәдени және экономикалық орталыққа айналды. Қарахан мемлекеті ислам дінін ресми түрде қабылдаған алғашқы түркі мемлекеті. Ол кейінгі қазақ, өзбек, қырғыз мемлекеттерінің саяси және мәдени негізін қалады. Келесі Қарақтай мемлекеті. Қарақтайлар бастапқыда Қытайдың солтүстігінде өмір сүріп, кейін солтүстік Қытайдағы Ляо әулетін құрған. 12 ғасырдың басында оларды чурчжендер талқандап, бір бөлігі батысқа, Жетісу мен Орталық Азияға көшіп келді. Сол жерде 1128 жылы Қарақтай мемлекеті құрылды. Қарақтайлардың орталығы Баласағұн қаласы болды. Мемлекет құрамына қазіргі Қазақстан оңтүстік және шығыс аймақтары, Қырғызстан, Тянь-Шань мен Жетісу өңірі кірді. Мемлекет басшысы Гурхан. Олардың билігі әскери феодалдық сипатта болды. Жергілікті түркі билеушілер мен мұсылман қалалары қытайларға салық төлеп тұрды, бірақ ішкі басқаруын өздері атқарды. Қарақтайлар Орта Азияның мұсылман елдеріне үстемдік жүргізді. 12 ғасырдың ортасында олар Самарқанд пен Бұхараны бағындырды.
Дегенмен халықтың наразылығы, исламды қабылдамауы және салықтың ауыртпалығы олардың әлсіреуіне әкелді. 1210 жылы хорезм-шах мұхаммед қарақытайларды жеңді, ал 1210 жылы мемлекет толық жойылды. Қарақытай мемлекеті жетісу мен орталық азиядағы саяси тұрақтылықты уақытша қамтамасыз етті. Олардың билігі кезінде Баласағұн мен Тараз сияқты қалалар өз мәдени маңызын сақтап қалды. Қимақ Қыпшақ бірлестігі. Қимақтар алғаш рет 8 ғасырда Ертіс өзенінің жоғарғы ағысында өмір сүрді. 9 ғасырда олар Қыпшақ және басқа да тайпаларды біріктіріп, Қимақ қағанатын құрды. Орталығы Ертіс өзенінің бойындағы Имақия қаласы болды. Қимақ қағанаты құрамына 7 ірі тайпа кірді. Олардың ішінде ең күштілері Қыпшақтар. Қаған билігі мұрагерлікпен беріліп отырды. Қағанның жанында кеңесшісі Ақсүйектер кеңесі жұмыс істеді. Қимақтар мал шаруашылығымен қатар аңшылық және егіншілікпен айналысты. Ертіс бойында тұрақты қалалар болды. Мыс пен темір өндірісі дамыды. Қимақтардың жазба мәдениеті туралы деректер аз, бірақ олар көрші түркі халықтармен мәдени және сауда байланысын нығайтты. 10 ғасырдың соңында қыпшақтар күшейіп, қимақтарды өзіне бағындырды. Осылайша 9-11 ғасырларда Қимақ Қыпшақ бірлестігі қалыптасты. Қыпшақтар кейін Евразия даласында ең қуатты мемлекеттердің бірін құрды. Қимақ Қыпшақ бірлестігі дала өркениетінің маңызды кезеңі. Олар түркі тайпаларының этникалық және саяси бірігуін қамтамасыз етті. Бұл бірлестік кейінгі Қыпшақ хандығының құрылымына негіз болды. Қыпшақ хандығы. Қыпшақтар 9-10 ғасырда Қимақ қағанатының құрамында өмір сүріп, кейін күшейіп, өз алдына дербес мемлекет құрды. 11 ғасырдың басында Қимақ қағанаты әлсіреген соң, оның орнында Қыпшақ хандығы құрылды. Қыпшақтардың жері Ертіс өзенінен бастап, Еділ мен Қара теңізге дейінгі olan ғайыр дала. Бұл аймақ тарихта Дешті Қыпшақ деп аталды. Орталығы Сығанақ қаласы. Кейін Сарайбату мен Сарабекке қалалар маңызды рөл атқарды. Мемлекет басшысы хан. Ол Ақсүйектер кеңесі арқылы билік жүргізді. Мемлекет құрамында көптеген түркі тайпалар болды. Қыпшақтар, наймандар, керейлер, қанлылар және тағы басқалар. Хан билігі мұрагерлік жолмен берілді. Әскер көшпелі тайпалардан құралған қуатты күш болды. Қыпшақтар Хорезм, Русь және Византия мемлекеттерімен саяси сауда байланыстарын орнатты. 11-12 ғасырларда Қыпшақтар Евразия даласындағы ең күшті әскери саяси күшке айналды. Бірақ 13 ғасырда Шыңғыс хан әскерлерін жорғаннан кейін олардың мемлекеті құлады. Қыпшақтар мал шаруашылығымен қатар сауда және қолөнермен айналысты. Қалалары Сығанақ, Сарайшық, Жент, Баршынкент сауда орталықтары болды. Араб және парсы деректер Қыпшақ тілін дала тілі деп атаған. Қыпшақтар тілдік және мәдени тұрғыдан кейінгі қазақ халқының негізгі этникалық өзегін құрады. Қыпшақ хандығы түркі өркениетінің даладағы классикалық үлгісі, оның саяси дәстүрі, әскери жүйесі мен мәдени мұрасы кейін қазақ хандығының қалыптасуына зор ықпал етті. Хазар мемлекеті. Хазарлар түркі текті халық. Олар 7 ғасырдың ортасында батыс түрік қағанатының ыдырауы нәтижесінде өз мемлекетін құрды. Аумағы Каспий теңізінен Қара теңізге, Еділ мен Дон өзендерінің аралығына дейін созылды. Астанасы Итил қаласы. Мемлекет басшысы Қаған, бірақ нақты билікті оның уәзірі бек жүргізді. Бұл екі билік жүйесі хазар қоғамының күрделі саяси құрылымын көрсетеді. Хазарлар Евразиядағы ең маңызды сауда орталықтарының бірін құрды. Олар Ұлы Жібек жолының батыс тармағын бақылап, салық жинады. Арабтар, славяндар, византиялықтармен сауда жүргізді. 8 ғасырда хазар билеушілері иуадауизмді қабылдады. Бұл олардың арабтармен діни айырмашылығын күшейтті. Сонымен бірге хазар қоғамында мұсылмандар, христиандар және тәңіршілдер де өмір сүрді. 10 ғасырдың басында Русь князьдерімен және печенегтермен соғыстар хазар мемлекетін әлсіретті. 965 жылы Киев князі Святослав хазарларды талқандады. Хазарлар түркілердің Евразия даласындағы өркениетті сауда және мәдени орталық құрған алғашқы халықтарының бірі. Олар түркі дипломатиясы мен көп дінді қоғам үлгісін қалыптастырды. Найман, Керей, Меркіт және басқа түркі мемлекеттер. Бұл кезеңде қазіргі Моңғолия және Шығыс Қазақстан аумағында көптеген түркі тайпалық бірлестіктер өмір сүрді. Олардың ішіндегі ең қуаттылары Найман, Керей, Меркіт, Татар, Жалайыр, Қоңыр тайпалары болды. Наймандар 9 ғасырдан бастап Орхон мен Ертіс өзендерінің аралығында қоныстанды. 12 ғасырда олардың мемлекеті күшті орталықтанған билікке ие болды. Басшысы Инач Билге Бұқа хан. Наймандар мәдениеті жоғары дамыған. Жазу мен дін
тараған ел болды. 1234 жылы Шыңғыс хан наймандарды жеңіп, мемлекеті жойылды. Керей мемлекеті. Керейлер Орхон мен Тула өзендерінің бойында өмір сүрді. 12 ғасырда Тоғорыл хан билік жүргізіп, елдің көрші мемлекеттермен дипломатиялық қатынаста ұстады. Керейдің арасында да несториандық христиан діні тараған. Шыңғыс хан жас кезінде Керей хандығымен одақтас болған. Кейін қарсы шығып, онда бағындырды. Мекіктер Селенгі өзенінің бойында көшіп қонып, өз алдына дербес тайпалық одақ құрған. Олар да Найман және Керей сияқты Шыңғыс хан шапқыншылығына дейін күшті болған. Бірақ 13 ғасырдың басында түгелдей моңғолдарға бағындырылды. Бұл тайпаларда жазу, дін, дипломатиялық дәстүр дамыған. Олар темір өңдеуді, мал шаруашылығын және аңшылықты жақсы меңгерген. Ұлы дала өркениетінің соңғы түркі дәуірі осы тайпалардың тарихымен байланысты. Найман, Керей, Меркіт секілді мемлекеттер қазақ халқының этникалық және мәдени қалыптасуына тікелей үлес қосқан тайпалар. Олар кейінгі кезінде Моңғол империясының және Қазақ хандығының негізін қалаған халықтардың бірі болды. Қорытындылай келсек, түркі мемлекеттерінің тарихы қазақ халқы мен жалпы түркі әлемінің тамыры тереңге кеткен бай мұрасы. 6-8 ғасыр аралығында өмір сүрген түрік, батыс және шығыс түркі қағанаттары түргеш, Қарлық, Оғыз, Ұйғыр, Қарахан, Қарақытай, Қима, Қыпшақ, Хазар, Найман, Керей, Меркіт және тағы басқа мемлекеттер түркі халқының саяси, экономикалық және мәдени тұрғыдан дамуына зор үлес қосты. Бұл мемлекеттер өз дәуірінде ұлы далада мемлекеттілік дәстүрін қалыптастырып, ел басқару жүйесін, әскер ұйымдастыру мен құқықтық қатынастарды дамытты. Сонымен қатар олар түркі тілін, мәдениетін, дінін және салт-дәстүрін сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізді. Түркі мемлекеттерінің дамуы нәтижесінде біртұтас түркі өркениеті қалыптасып, ол кейін қазақ хандығының пайда болуына негіз болды. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан сол ежелгі түркі мемлекеттерінің заңды жалғасы. Тарихи тұрғыдан алғанда түркі қағанаттары мен олардың мұрагерлері Евразия кеңістігінде маңызды рөл атқарып, ұлттың рухани, мәдени және саяси тұтастығын қалыптастырды. Олардың тәжірибесі мен мұрасы бүгінгі ұрпақ үшін баға жетпес қазына.